Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз 2-ші сыныптың әдебиеттік оқу пәніне арналады. Сабақтың тақырыбы: Абай атаның сөзін жақсы тыңдаймын, Абай Құнанбаев ғылым таппай мақтанба. Оқу мақсаты 2-1-дің 1-1-і тыңдалған материал бойынша мазмұнын әңгімелеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру. Оқушылар, алғашқы әдебиеттік оқу сабағын күн мен бұлт ойынымен бастаймыз. Мен бірнеше іс-әрекет айтамын. Ал сіздер егер жақсы іс-әрекет айтылса, күн деп айтасыздар. Ал жаман іс-әрекет айтылса, бұлт деп айтасыздар. Дайынбыз ба оқушылар? Ендеше мұқият тыңдайық. Үлкенді сыйлау, орын беру, қоқысты көшеге тастау, амандасу, ағашты сындыру, үлкенге сіз деп сөйлеу, білім алу, мақтаншақтық, еріншектік, еңбек ету. Енді жақсы жаман іс-әрекеті туралы дұрыс жауабын көрейік. Яғни оқушылар, жақсы іс-әрекет үлкенді сыйлау, орын беру, амандасу, үлкенге сіз деп сөйлеу, білім алу, еңбек ету. Ал жаман іс-әрекет қоқысты көшеге тастау, ағашты сындыру, мақтаншақтық және де еріншектік. Бәрекелді оқушылар, жақсы мен жаман іс-әрекетті ажырата алатындарыңыз байқалды. Олай болса, білім алудың маңыздылығы жайлы, жақсы жаман туралы өсиеттері бар Абай атамыздың өлең шумағын тыңдайық. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай бақтанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тілеуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ. 5 дұшпанын білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат рақым, ойлап қой. 5 асыл іс көнсеңіз. Сіздердің жақсы тұлға болып өсулеріңіз үшін керемет өсиет қалдырған Абай атамыз туралы әңгімелейік. Абай Құнанбаев 1845 жылы Семей өңірінде дүниеге келген. Ұлы ақын, аудармашы. Абай ата 12 жасынан бастап өлең жаза бастаған. Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы ерінбе деп қазақ елі ұлы ақынға бас иеді. Оқушылар, оқулықтағы 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Абай ата қандай жақсы қасиет пен жаман әдетті атайды? Әдебиеттік оқу пәніне арналған дәптерімізді ашып жазамыз. Дұрыс жауапты салыстырып көрейік. Асық болатын 5 асыл іс: талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым. Яғни бұл жақсы қасиеттер. Ал оқушылар, қашық болатын 5 нәрсе: өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ. Бұл жаман әдеттер. Тамаша, жарайсыздар. Мен сіздерді дұрыс, ұқыпты жазды деп сенім артамын. Оқушылар, бұл өлеңде бізге таныс емес сөздер бар екен. Бекер мал шашпақ деген сөздің мағынасы босқа шығындану. Қанағат деген сөздің мағынасы барға риза болу. Рақым деген сөздің мағынасы кеңшілік, ризашылық. Ендеше оқушылар, олай болса, жақсы қасиеттерге ұмтылып, жаман әдеттерден бойымызды аулақ ұстауымыз қажет. Біз бүгінгі сабақта жақсы мен жаман әрекеттерді ажырата отырып, шығарма мазмұнын түсіндіңіздер. Сұрақтарға жауап бере отырып, өз ойларыңызбен бөлістіңіздер. Оқушылар, үйге тапсырма: өлеңді мәнерлеп оқу, сөздікті жаттау. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге сәттілік тілеймін.